Ханымдар, бүгінгі жаттығуда аяққа арналған растяжка. Егер де аяғыңызда варикозыңыз немесе аяғыңыз ауыратын болса, тізеңіз ауыратын болса, онда осы жаттығуды міндетті түрде жасаңыз. Ол үшін бізге көмекке келетін осындай екі көбік керек болады. Егер де көбегіңіз жоқ болса, онда қатты кітаппен орнын алмастырсаңыз болады. Бұны қайда сатады дейтін болсаңыз, Каспи, Wildberries, Озон деген сияқты маркетплейстерде сатылады. Сіздердің бірінші оң аяқтарыңыз арт жақта тұрады, сол аяқтарыңыз алдыға және 90 градуста тұру керек. Осы кезде аяғыңыз 90 градуста және максимальный бұтыңызды төменге қарата түсіріп майыстырасыз. Яғни осы кезде сіз аяқтарыңызға қан айналдырып, шаттарыңызды ашуларыңыз үшін. Шаттарыңыз ашылады, тамырларыңыз, сіңірлеріңіз барлығы созылады. Әлде де төменге қарата отырамыз. Ауырсыну болады, ол норма. Одан кейін екі көбегімізден екі жаққа ұстаймыз да, алдыңғы аяғымызды созамыз. Бұл кезде біздің тіземіздің артқы жақ сіңірлері, тамырлары созылу керек. Және аяғымыз жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. 5 рет қайталайсыздар. Одан кейін қайтып артқа жібереміз. Осы кезде сол қолдарыңызбен артқы аяқтарыңызды ұстайсыздар және көтендеріңізге тигізе алсаңыздар тигізесіздер. Осылай ұстаймыз 30 секунд. Мен сіздерге тез көрсетіп жатырмын, бірақ сіздер уақытылы ұстаңыздар. Одан кейін біздің сол аяғымызды өзіміздің сол жаққа қарата қоямыз. Екі көбекті екі жаққа қоямыз да, қолымызды жерге қоямыз. Осы кезде тазымызды айналдырып, пахымызды ашамыз, яғни шаттарымызды ашамыз. Жаңан таздарыңызға қан айналым күшті болады. Обратно айналдырамыз. Және демалуды ұмытпаймыз. Енді осы кезде шынтаққа тұрамыз. Сол кезде сіздің артқы аяқтарыңызды максималь артқа жіберіп созыңыздар. Алдыңғы аяғымыздың ішкі сан бұлшықеттері созылу керек. Аштық. Енді жайлап тұрып, сол аяғымызды өзімізге жинаймыз және артқа көтереміз. 15 секунд ұстаймыз. Одан кейін оң аяғымызды крестиктап екеуін қоямыз. Осы кезде енді тазымызды айналдырамыз. Тазы айналдырған кезде максималь аяқтарыңызға отырын қарайсыздар. Осылай айналдырасыздар. Басында оң жаққа айналдырасыздар, сосын сол жаққа айналдырасыздар. Аяқ ауырсыну болуы мүмкін, тізелеріңіз, сандарыңыз, олардың барлығы қыздар норма. Аяғымызды қоямыз. Мен сіздерге бұл жаттығу тек қана бір аяққа көрсеттім, бірақ дәл осылай екінші аяқтарыңызға қайталайсыздар. Күнделікті қайталап отыратын болсаңыздар, аяқтарыңыз ашылады, шаттарыңыз ашылады. Және бұл видеоны аяғы ауыратын кісілерге жіберіп қойыңыздар.